Сәлем достар, сіздермен бірге қызық фильм. Бүгін бізде Зи деп аталатын қорқынышты хоррор фильміне қысқаша шолу. Бет, Кевин және Джош қарапайым америкалық отбасы. Олар әдемі және жарық үйде өмір сүреді. Әр күндері махаббатқа толы және сыйластық қарым-қатынаста өтеді. Баланың мектептегі сыныптасының анасы күн сайын оны мектепке жеткізіп тастайды. Джош сабақтан бөлек басқа да нәрсеге көңіл аударып жүргені анық көрінеді, және ол басқа балдармен көңіл көтеруге қызығушылық танытпайды. Балақайда өзі ойлап тапқан досы бар. Ол онымен күнде ойнап жүреді. Оны байқаған Бет бұл туралы күйеуімен сөйлеседі. Беттің бұдан бөлек басқа да ойымдары жеткілікті, себебі ол ауырып жатқан анасына күтім жасап жүр, ал оның сіңілісі болса, оған мүлдем көмектеспейді. Уақыт өте Джош өзінің фантазиясындағы досымен ара қатынасы жиілеп жақындай түсті. Оның әке-шешесі ойнап, баланың досымен танысқандай кейіп танытады. Әкесі Джоштың бұл қызығушылықтан уақыт өте арылады деп ойлайды, ал анасы болса, бұл жағдайға қатты алаңдайды. Бір күні сыныптасының анасы Джошты мектепке алып кетуге келмей қалады. Сөйтіп Бет оны өзі мектепке жеткізеді. Мектепте анасы баласының әрекеттері мен мінез-құлығы мұғалімдерді алаңдататыны туралы біледі. Дерется? Я писала на красных карточках. Мектеп әкімшілігі баланы сабақтардан белгісіз мерзімге дейін шеттетеді. Әкесі мектептен баласының тәртіпсіз әдеттері туралы хабарламаларды алып жүргені белгілі болады. Бірақ Кевин баланың мұндай әрекеттері қалыпты жағдай деп түсінеді. Кейін олар психологқа жүгінуді жөн көреді. Маманмен кездесуі ешқандай өзгерістерге әкелмеген. Психолог баланың ойлап тапқан досының орнын өздерінің көңіл бөлулері арқылы толтыруды ұсынады. Идем, Зи! Бірақ психолог маман Джоштың аузынан Зи деген сөзді естігенде біртүрлі болып қалады. Психолог дәрігердің ұсынысын орындау үшін Бет Джошпен бірге ойын-сауық орталығына барады. Осында баласы анасын үлкен сырғанаққа бірге баруды сұрайды. Алайда анасы шаршап тұрғасын барудан бас тартып, баласына қарап тұратын айтады. Бір уақытта ол ойнап жүрген баласына қарап тұрған кезде түсініксіз нәрсені байқап қалады да Джоштың артынан жүгіреді. Ол баланың айқайлаған дауысын естіп, оның ес-түссіз жатқан күйінде тауып алады. Сөйтсе баласы әзілдеп, оны қорқытып жібереді. Кешкісін Бет күйеуіне болған оқиға туралы және Джоштың сырғанақта ойнап жүргенде түсініксіз дене пішінін көргенін айтады. Бірақ Кевин оған сенбейді. Беттің анасы қайтыс болады. Үйінде оның сіңлісі Дженна да бар. Бір кезде жертөледен Зи деп қайталанып жатқан дыбыстар естіледі. Сөйтсе бұл алфавиті бар бала ойыншығы екен. Анасы баласы Джошпен араласқысы келетін балдардың мүлдем жоқ екенін түсінеді. Бет алдында баласын мектепке жеткізіп жүрген таныс әйелдің үйіне қарай келеді. Таныс әйел қорқыныш тудыратын жаңалықтармен бөліседі. Джош оның баласына жануарларды азаптауды ұсынған деп айтады. Дәл сол кезде оның баласы Дэниел төбедегі баспалдақтан құлап қалады, ал Джош болса бұны бақылап тұр. Отбасы алаңдауда. Олар бұл жаңалықтардан кейін не істерін білмей жүр. Бет арнайы дәрілерді қолдануды дұрыс деп шешіп, баласының айтуы бойынша Зи ұнататын бутербродтарды дайындап қояды. Джошты шақыру үшін жоғарға көтерілгенде, ол Зидің жан түршігерлік суретін көреді. Басында Джош тамақ жеуден бас тартады, өйткені Зи оған тамақ пен сусын ішуге тыйым салған. Бет оны көндіреді және баласы байқамай дәріні сүтпен бірге қабылдайды. Қайтыс болған анасының ескі заттарын реттеп жүріп, апалы сіңлілер суреттер мен бейнетаспаны табады. Үйде Бет таспаны қосып, жанұясының бұрынғы видеоларын көре бастайды. Кенеттен видеода кішкентай кезіндегі Беттің аузынан Зи деген сөз шығып қалады. Бет үрейленген күйде өзінің бала кезінде Зимен бірге ойнап жүрген кезін қарап тұрады. Кейін таспаны өртеп жібереді. Джош ендігі кезекте Зимен бірге ойнамайды, бірақ дәрілердің әсерінен ол өзін жаман сезініп жүр. Ол тамақ ішпей құсып, дене қызуы көтеріліп жатыр. Ты посадила нашего сына на таблетки и не сказала мне? Кевин баласына дәрі бергенін біліп қойып, ашуланып оларды қоқысқа лақтырады. Ауырып жатқан баласын ұйықтатып жатқанда, ол Зи деген дыбысты естиді. Сөйтсе сынған ойыншық өзіне өзі қосылып кеткен екен. Бет ойыншықты өшіріп, диванның үстіне лақтырып жібергенде, ойыншық Беттің есімін атайды. Бет Зидің сөздерін тыңдай бастағанда, елестетіп көр деген сөзін есте сақтап қалады. Ваннаны қабылдап жатқанда, ол сол сөзді қайталап ұйқыға кетеді. Бір кезде желден шам өшіп қалып, Беттің бетіне су шашылады. Ол жайменде бұрылып қарағанда, алдында қорқынышты құбыжықты көреді. Үрейге түскен ол
күйеуіне Зидің шын мәнінде бар екенін және бала кезінде оның да досы болғанын түсіндіре бастайды. Үрейге түскен ол күйеуіне Зидің шын мәнінде бар екенін және бала кезінде оның да досы болғанын түсіндіре бастайды. Кевин оны тыныштандырғанымен әлі де оған сенбейді. Бет психологқа хабарласып қабылдауға жазылып қояды. Қабылдау кезінде дәрігер ол бұл туралы бәрін біліп тұрады және Зи деген есімді бұрын естігенін айтып, Беттің кішкентай кезінде қабылдауда болған карточкасын көрсетеді. Психолог Бетті оның баласы сияқты жасында емдегенін мойындайды. Бейнежазбадағы сеанста кішкентай Бет өзін Джош сияқты ұстауда. Одан бөлек Зи оны өскеннен кейін тауып алып, оған үйленіп отбасы құратынына уәде берген екен. Зиге Джош емес, тек Бет қана керек екені белгілі болды. Дәрігерден үрейленіп шыққан Бет оның отбасына үлкен қауіп төніп тұрғанын түсінеді. Ол өзінің күйеуіне қоңырау шалып жатқанда Кевинді бір дыбыстар алаңдатып, ол қоңырауды байқамай қалады. Үйге тез жетуге тырысқанмен күйеуіне хабарласа алмайды. Осы кезде Кевин ұлының бөлмесін қарап келеді. Бөлмеден шыққан уақытта қабырғада Зидің жаңа суретін көреді. Кенеттен ойыншық қосылып кетіп, Зи деген дауыс шығады. Оны қолға алған бойдан өшіп қалады. Бір кезде жерде жатқан ойыншықтардың барлығы қосылып, жарықтары мен дауыстары жарқырап шығады. Кевин жанып өшіп тұрған жарықтардың арасынан қабырғадағы Зидің көздерінің жанғанын көріп қалады. Осы кезде Зи оған атылады. Бет үйге жеткенде үй өртеніп жатады. Ол жылдам үйге кіріп жоғарғы қабатқа қарай жүгіреді. Алайда Кевинді құтқару мүмкін емес. Күйеуінің қанымен қабырғада Зимен бірге ойнауды баста деп жазылып тұрады. Жазуды оқыған бойда Зи Джошты бөлмеге алып кетіп, есікті мықтап жауып қояды. Бет амалсыздан Зидің қалған нәрселерін барлығын істеуге көнеді, тек баласын аман болуын өтінеді. Зи келіседі де Джошты жібереді. Олар үйден шығады. Ұлын сіңілісіне қалдырып Бет анасының үйіне келеді. Есікке кілтті тықпай жатып, ол өздігінен ашылады. Зи оны күтіп тұр. Ол қатты қорқып тұр, алайда ұлы үшін бәріне дайын. Ол Зиді шақыру үшін елестетіп көр деген мантраны қайтала бастайды. Сөйтіп Зидің келіп тұрғаны білінеді. Қараңғыда Зидің көздері жанып тұрады. Үйдің іші түнек болып тұр. Бет болса Зимен тығылмақ ойнауда. Ол фонарды алып, оны іздеуге шықты. Жай қадамдар мен ескі сықырылған баспалдақтар арқылы қараңғыда неше түрлі дыбыстардан шошып келе жатқан Бет Зиді тауып алатынын айтады. Азанда ол таңғы асты соған және өзіне дайындайды. Зи үстелдің үстінен ұрып, Бетті шошытып жібереді. Ол Зидің 2% сүтті ғана ішетінін ұмытып кеткен. Олардың күнделікті бір күнінде үйге психолог дәрігер келеді. Ол сіңілісі Джен оған барлығын түсіндіргеннен кейін келгенін айтады. Бет оны үйге кіргізгісі келмейді, бірақ дәрігер қайтар емес. Ол теледидардың жанында 2 табақтың тұрғанын байқап, осында Джоштың бар жоғын сұрайды. Бет баласын сіңілісінің үйінде екенін айтады. Дәрігер Зидің орнына отырғанда Бет оның орнын ауыстыруын сұрайды. Дәрігер болса Зидің мұнда жоқ екендігін айтып, Бет оны өз ойынан шығарып алған туралы сендіргісі келеді. Ол орнынан тұрғанда Бет Зидің психологтың артында тұрғанын көріп қалып, ол одан сайын үрейленеді. Вы сами его придумали. Он плод воображения. Бет үйдің есіктері мен терезелерін қадап тастайды. Ол өзінің күйеуі мен ұлының суреттерін қарап, оларды сағынады. Алайда Зидің қадамдарын естіп қалып, телефонды тығып үлгереді. Ол Беттің қасына жатып, оны құшақтайды. Азанда ол өзінің телефонын үстелдің үстінде сынып тұрған күйінде тауып алады. Ол ешнәрсе болмағандай кейіп танытып, Зиден не жегісі келіп тұрғандығын сұрайды. Түнде ол терезеге қарап, қайтадан Зимен тығылмақ ойынын ойнайды. Ол оның артынан жоғарғы қарай көтеріледі. Ашылған есікті көріп, бөлменің ішіне кіргенде, ол өзінің дарға асылып тұрған әкесінің денесін көреді. Бірақ бұл жай ғана Зидің ойыны. Азанда оянғанда, Бет өзінің анасының үйлену тойы көйлегін көреді. Бет кішкентай кезінде олар бір-біріне берген уәделерін орындайтын уақыт келді. Бет үйлену тойы ұқсатып жерге шашылған раушан гүлдердің жапырақшаларымен жүріп келеді. Раушан жапырақшалары оны ескі теледидарға қарай әкеледі. Онда оның әке-шешесінің үйлену тойындағы видеосы қосылып тұр. О, горячая лава. Жоғарғы қабатқа келіп, Бет жер ол лава деген ойынды ойнай бастайды. Соңғы жастықты алып кету арқылы Зиді қимылсыз қалдырып, Бет телефонға қарай жүгіреді. То почему на сообщение не отвечаешь? Слушай,
у меня совсем мало времени. Ол сіңлісіне қоңырау шалып, баласымен сөйлескісі келеді. Джош анасына ол өзінің досын ұрлап кеткен туралы айқайлап, тұтқаны қойып қояды. Бет бөлмеге қайтып келгенде жастықтардың жан-жаққа шашылып тұрған байқайды. Зи барлығын естіп қойды. Ол ашуланған күйде есікті сындырып, Беттің ұлы Джошқа қарай кетеді. Джен тұтқаны алып барлығы жақсы екенін айтады. Бет болса Джошты алып кетуін өтінеді. Бір кезде ол Джоштың жоқ екенін және есіктің ашық тұрғанын көреді. Джен Джошты іздеуге жүгіріп шығады. Ал осы кезде үйдің жанына дәрігер әкелген полицейлер келіп қалады. Ал Джош болса осы уақытта Зимен бірге темір жолдың үстінде ойнап отырады. Джен оны байқап қалып, оған қарай пойыздың жақындап келе жатқанын көреді. Ал дәрігер Бетті Зидің жоқ екеніне көндіріп тұрады. Бұл нәрселердің барлығын Беттің өзі ғана тоқтата алатындығына сендіреді. Бет бұл айтқанның шын екенін ұғынып, күрделі шешім қабылдайды. Джен барлық күшін салып, Джошқа қарай жүгіріп келе жатады. Ол оған үлгермейтіндігін түсініп, қатты айқайлайды. Дәл сол кезде ол Дженнің айқайын естіп, жақындаған пойызға қарай бұрылып қалады. Полицейлер үйді басып кіріп, дәрігер олардың артынан кіреді. Үйді қарау барысында олар дарға асылған Бетті тауып алады. Дәл сол жерде кезінде оның әкесі де асылған екен. Бұндай шешімді ол ұлын құтқарып, Зиді тоқтату үшін қабылдаған. Тұтқанның арғы жағынан Дженнің дауысы естіліп тұрады. Ол Джошпен бәрі жақсы деп айта бастайды. Бет тірі, алайда ол кемтар болып қалады. Джен болса оны тамақтандырып, оған және Джошқа қарауға мәжбүр болады. Қараңғы батқан үйде Бет қимылсыз терезенің алдында отыр. Ол ұлының сөйлеп жатқан дауысын естіп тұрады. Джош болса өзінің азанға дейін дәстүрлі қоштасуын айту үстінде. Барлығымен ертеңге дейін қоштасып, ертеңге дейін әке, ертеңге дейін Зи деп айтады. До завтра, Зи. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет достар. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға жазылуды және хабарландыруды қосуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, пікір қалдырыңыз. Осылайша сіз арнаның дамуына көмектесесіз. Қызықты фильмдерде кездескенше.